Сәлем баршаға. Бізде бүгін ОБТ сұрақтары бойынша жұмыс жасаймыз. 4-ші нұсқаға келдік. 4-ші нұсқаны сұрақтарымен танысып, сіздермен бірге талдайтын боламыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз. Бізде дұрыс жазылған picture деп жазылмайды. C әрпі жазылу керек. Album деген сөз қате. Illustration дегенде 2L болу керек. Демек бізде бірінші тұрған сөз illustration деген сөз дұрыс жазылған сөз. Next. Often сөзіне синоним сөз табамыз. Seldom жиі, редко емес. Sometimes кейде, әдетте, quickly жылдам. Frequently бізде сирек, жылдам. Often жиі, яғни жиі деген мағынаны білдіреді. Келесі, қажетті предлогты таңдаңыз. When did you arrive? Сен қашан Астанаға келдің? When did you arrive in Астана? At Астана деп айтпаймыз. On немесе ешқандай артикль болмайды деген жоқтары дұрыс емес. Сондықтан when did you arrive in Астана болады. Next question. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. There are shops in our street. There are somebody десек, біреуге адамға айтқанымыз. Мына жерде бізде дүкенді айтып тұр. Демек бірнеше дүкен бар деп тұр көшемізде. Демек біз ол жерге самды қоямыз. Сам деген бірнеше. It деген болмайды жекешеде. Who адамға айтылады. Any'ді болымсыз сөйлемге қоямыз. Демек some shops болады. Next. Белгіленген сөз сөйлемде үстеу. Яғни heavy, heavily деген сөздерде қайсы үстеу болып тұрған табуымыз керек. Бірінші сөйлемде it was raining heavily all day long. Яғни adverb деген үстеу, үстеудің жалғауы lay арқылы жасалады. Демек бізде бірінші жауабы дұрыс болады. It was raining heavily all day long. Қалғаны, мына жерде heavy деген сөздер, олардың барлығы сын есімнің рөлін атқарып тұрғандықтан дұрыс емес. Next. Number 6. Choose the correct form. The room by my sister. Бізде бұл passive voice, яғни өткен шақтағы passive voiceға жатады. The room, демек бөлме менің сіңлім арқылы жиналған, тазаланған деп тұр. Cleaned деп айтпаймыз, дұрыс емес. The room cleaned болмайды осы жақта. The room was cleaned болады. Яғни бізде past passiveде to be-дің өткен шағы және verb 3 болу керек. Сондықтан the room was cleaned by my sister. Осы past passive болады. Next. Жауаптың дұрыс нұсқасын табыңыз. A table in the middle of the room. Бөлменің ортасында үстел бар. Демек, үстел жекеше түрде бір ғана үстелді айтып тұрғандықтан, біз жекеше түрге there is деп қоямыз. Is there болса сұраулы сөйлем болу керек. There болса көпше түр болу керек. Are there сұраулы түр болу керек. Was there өткен шақ. Олар келмейді. Демек, there is a table in the middle of the room. Next. Сұраулы сөйлем құрыңыз. Don't you wear jeans? Демек, мына сұрақтардың қайсысы аударғанда сөйлемге сәйкес келеді. Would you don't деп айтпаймыз. Will don't you деген сөйлем келмейді. Why don't you wear jeans? Бізде дұрыс жауабы осыған келеді. Why don't you wear jeans? Сен неге джинсы кимейсің деп тұр. Why дегеніміз не үшін, неге деген сұрақ. Ары қарай, жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз. When I was 3, I to the kindergarten. Мен 3 жасымда мен балабақшаға бардым деген сөйлем шығу керек. Бізде used to деген құрылым бар. Міне сол used to деген құрылым өткен шақта бір болып кеткен іс-әрекетті өткен шақта айтқанда қолданамыз. Біріншісінде I used to go
келмейді, себебі біз мына жерде to болу керек етін. I using to go деп айтпаймыз. I to be used деп айтпаймыз. I am деп те айтпаймыз. Тек қана use'дің өткен шағы used to go дейміз. I used to go kindergarten. Бұл жерде use дегенде қолдану деп аударылмайды. Яғни бардым, бұрын өткен шақта бұрын барғанын айтып тұр. Сондықтан өткен шақта used to go. Қажетті нұсқаны табыңыз. Let football. Оған футбол ойнауға рұқсат берші. Let ден кейін ешқашан to жүрмейді. Let he plays деген сөйлем дұрыс емес. Let him play. Міне осы сөйлем келеді, себебі оған футбол ойнауға рұқсат берші. Оған let him деп айтамыз. Мына жерде let him plays деген тұрген, тек мына жерде s деген жалғауы болмайды. Сондықтан бізде осы жауабы келеді. Let him to be playing деп те айтпаймыз, ing қолданбаймыз. Let he play дегенде ол мүлдем келмейді. Ары қарай дұрыс жауапты таңдаңыз. What does the capital of the USA, Washington, belong to? It is, оны бәріміз білеміз. Washington capital, the District of Columbia. Яғни осы дұрыс жауабы болады. Next. Белгіленген сөз сөйлемде, яғни аста сызылған сөз нені білдіреді? I have prepared for taking part in the winter sport competition. Мен жаңағы қысқы спорт түрлеріне қатысқанмын деп тұр. Қатысуға дайындалғанмын деп тұр, яғни prepared. Яғни taking дегеніміз бұл жерде бізде етістік емес, ол бізде participle екі емес, adjective сіне сінге жатпайды, infinitive болса to take болу керек дұрыс емес. Сондықтан бұл taking деген гергундидің рөлін атқарып тұр, яғни бір заттың рөлін білдіріп тұр. Мысалы, I have prepared for taking part. Неге дайындалды ол? Қатысуға, неге қатысуға толықтауыштың рөлін беріп тұр. Next, қажетті есімдікті таңдаңыз. There was in the library. There was кітапханада. Anything, біз thing деген затқа айтамыз, something затқа айтамыз. Anybody болымсыз сөйлемге қойылу керек. Anyone болымсыз сөйлемге қойылу керек. Сондықтан nobody, ешкім деген сөз. Демек, кітапханада ешкім болған жоқ. Осы сөйлеміміз келіп тұр. Яғни ол body дегеніміз адамға айтылады. Ешкім деп айтып тұр. Ары қарай. You eat every day. Сен күнде жейсің. Нені жейсің? Apple tree, milk емес, water жемейміз, lemonade жемейміз, porridge деген бізде каша, ботқа. Демек, сен күнде каша жейсің. You eat porridge every day. Next. If she had more time, she. Бізде бұл second conditional, she had деп past simple мен басталып тұр. Мына жағында біз would пен етістікті қоюымыз керек. Демек, she would cook dinner болады. Қалғандары келмейді. Second conditional. Next. There no good news for you today. There isn't no good news. Яғни news'тың өзі жекеше түрі болғандықтан isn't болады. Бүгін сен үшін жақсы жаңалық жоқ, мен қорқамын деді. Дұрыс жауабын табыңыз. They celebrate Halloween on the Halloween мейрамын біз қай уақытта тойлаймыз? On the October, 31st of October. Бұл Американың ұлттық мейрамдарының бірі. Next, when they come to Madrid. Олар Мадридке қашан келді? When did they come to Madrid? Past. Бізде бұл past simple'да айтып тұрған сөйлем. Сондықтан when did they come to Madrid болады.
When is coming деп айтылмайды. When were come деген сөйлем келмейді. When do мына жағы came, мына осы шақ, өткен шақ олар келмейді. Сондықтан past simple'да when did they come. 19. Choose the plural form. Яғни дұрыс көпше түрді табу керек. Fathers, monies, fishermen, яғни қайсы сөз көпше түрде дұрыс айтылып тұр. Fisherman, яғни балықшылар. Man дегеніміздің көпше түрі men болады. Next. Дұрыс құрастырылған сөйлемді табыңыз. I have asked him деген сөйлем келмейді. I have asked деген сөйлем болмау керек. I had asked him деген дұрыс емес. I had'дан кейін asked болу керек еді. I will ask him to find out where they live. Мен олардан қай жерде өмір сүретінін сұраймын дейді. I will ask him. Future simple'да осы сөйлем дұрыс, келер шақпен тұр. I has been деп ешқашан айтпаймыз. I will ask have деген сөйлемде дұрыс емес. 21. Choose the words with the same reading. Бірдей оқылатын сөздер табамыз. Fasten, castle. Дұрыс емес. In. Бірге оқылады. Яғни бірдей дыбысталады. Fair. Екеуі бірдей дыбысталады. Spread, meat келмейді. Сосын cheap. Міне екі сөз cheap деп оқылады. Қалғандары келмейді. Land. Borrow, row. Next, 22. The article an is used. An артиклін қай жерге қоямыз? An артиклін тек қана дауысты дыбыстардың алдына қойылады. An apple, a дауыссыз, an armchair. Болды, қалғандары бастапқы әріптер дауыссыз, оларға деген артикль қойылады. Next. Children can have dinner there. Яғни тамақтанатын жерді айтады. Ол kitchen, library, кітапхана, kitchen, ас бөлме, canteen, столовая, тамақ ішетін, және dining room, тамақ ішетін бөлмені айтамыз. Answer the questions. What rare animals and birds do you know? Қандай сирек кездесетін жануарлар мен құстарды білесің? Бұл жерде бізде сирек кездесетін жануарлар фламинго және snow leopard, ақ леопардтарды айтады. Find general questions. Арнайы жалпы сұрақ табамыз. Жалпы сұрақ дегеніміз бізде do, does, are, have деген көмекші етістіктер арқылы жасалатын сұрақтар, олар general questionге жатады. Яғни, are you from Japan? Do we need water? And do you go to work by car? Міне осы үшеуі general questionге жатады. Ал how many, when, how деген сұрақтар, олар special question. Next. Use it to. Яғни мына сөйлемдердің ішінде қайсы use it to формасымен дұрыс жасалған. She used it to work at this factory. Келмейді. I used it to see him often. Мен оны жиі көріп тұратынмын. Яғни use it to-ды бағана айтып өттік, өткен шақта қолданылатын, өткен шақтағы сөйлемдермен айтылатын сөйлем. I used to read, ол сөйлем дұрыс емес. My mother used to cook tasteful pies on my birthday. Менің туған күнімде мамам тәтті тоқаштар пісіріп беретін, тәтті бәліштер пісіріп беретін бұрынғы өткен шақта. Used to cook. And my mother used cooked емес. In the childhood, my father used to take me for fishing. Бала кезде әкем мені балық аулауға алып баратын. Used to take. Reflexive pronouns дейді. Reflexive pronouns деген self арқылы жасалған пронаундар, яғни themselves, itself және myself.
Correct answer. When I was seriously ill last winter, I had to stay at home and missed my school and friends. My friend Nick often came to see me. He told me about school events. We played chess and discussed films. He helped me a lot in math. Яғни ол оған көп көмектесті, досы, үйіне келетін, мектептегі оқиғалар жайында айтып беретін дейді, бірге шахмат ойнайтынбыз, фильмдер талқылайтынбыз дейді. Ол маған көмектесетін. Демек, ол бізде қандай адам Ник деп сұрап тұр. Ник бізде helpful, көмекшіл, bad friend, жаман дос емес, жадный емес, көмектеспейтін адам емес, careful, заботливый, қамқоршы және болды. Осы екеуі келеді. Ары қарай. Reported speech. Яғни мына сөйлем, төл сөз берілген сөйлемге reported speech табамыз, төлеу сөзге айналдырған сөйлем табамыз. Дмитрий asking, яғни ол дұрыс емес. Дмитрий asks Асель, how long don't it take, яғни don't it take деген сөйлемді айтпаймыз. Дмитрий asks Асель, how long it takes you. Міне, Дмитрий Аселден қанша уақыт кететінін сұрады. 300 кітап, 300 бет оқу үшін қанша уақыт кететінін сұрады. Демек, бізде C жауабы дұрыс. How long do it take дегеніміз дұрыс емес. How long does it take дегеніміз дұрыс емес. How long it take болмайды, takes болу керек. Яғни қалған жауаптар келмейді. Match the statements. I prefer watching films. Кино қарағанды, ағылшынша кино қарағанды құптаймын дейді. So do I, мен де құптаймын. And so do we, біз де құптаймыз деген жауабы келеді. Осымен 5-ші нұсқаны талдап біттік. Goodbye.